Көксерек адам мен табиғат арасындағы байланысты көрсететін шығарма. Авторы Мұхтар Әуезов. Бұл әңгіме 1929 жылы жазылған. Автор шағын көлемге мол мағына сыйдырған. Адам қолында өскен, бірақ адамға қиянат еткен, оның ет бауырын езіп, жара салған көкжал сол адам қолынан өлім тапты. Әңгімеде қасқыр, табиғат, адам мәселесі сөз болады. Жаратылыстағы адам мен табиғат теңдігінің қатынас дәрежесі көрсетіледі. Адамдар табиғаттың өз заңдылығына қарсы шығып, қасқырлар мекенін ойрандап, оның күшігін енесінен айырып, ауыл тұтқыны етті. Бірақ қасқыр есейген сайын бостандықты сағынады. Ауыл тұрғындары көксеректі жақтамайтын тұғын. Құрмаштың нағашысы қасқырды оның көзін ашқан екі күшігін өлтіріп, ең кішісін ауылға алып келеді. Құрмаш қасқырдың бөлтірігін асырап алады. Қасқырдың бөлтірігін ауыл төбеттері күнде талайды. Бір жыл өтеді, көксерек өседі, барлық төбеттерді талауға шамасы жетеді. Сол кезде ол өзіне күшік кезінде тиісіп тамағын тартып алған итті талайды. Көксерек тамаққа тоймай талай қазандағы еттерді жеп кететін. Ары қарай көксерек көкжал болады. Ол далаға кетеді, ауылға қайтып оралмайды. Ол бір ұрғашы қасқыр кездестіреді. Содан кейін екеуі бірге азықтау өмір сүреді. Қатты боранда ол жеті аш қасқырды кездестіреді. Көксерек солармен бірге күнде ауылдың бір үйір жылқысын жеп кетеді. Қарындары ашқанда жылқыға, қойға шабуылдайды. Ауыл адамдары қатты ашуланады. Бір күні Құрмаш атасы ауырып қалғанда боранда қой бағуға шығады. Сол кезде көксерек пен жанындағы 8 қасқыр сол қойларға шабуыл жасайды. Атпен жүрген Құрмаш оларға қарсы шығамын деп аттан құлайды. Құрмашқа көксерек шабады. Ол көксеректі оның бір құлағының астындағы енінен танып қояды. Көксерек деп шақырады. Ауылда бір аңшы бір төбет итті асырайды. Ол ит қасқыр алатын ит екенін ауыл адамдары мойындайды. Ол бір қасқыр ұстайды, өзі көкжалдай болады. Ол көксеректі іздеуге бірнеше адам болып шығады. Жаңағы тайыншадай итті бірге алып шығады. Олар көксеректі бір сайдың жотасынан кездестіреді. Сол мезетте үлкен төбет көксерекке арыстандай атылып, жолбарыстай бақырып тұра ұмтылады. Екеуі біраз арпалысады. Екеуінің күші тепе-тең болады. Екеуі бір-бірімен тістесіп, екеуінің ауыздары қарысып қалады. Сол кезде ит иесі мен ауыл тұрғыны келіп көксеректі бауыздап жібереді. Төбет ит сол кезде зорға демалады. Олар ауылға Құрмаштың апасына көксеректі алып келеді. Сол кезде апасы «Менің баламның жазығы не?» деп айтады. Апасы қайғыдан құса болады. Шығарманың желісінде көксерек тағдыры аянышты, еркіндігіне тұзақ салынған. Оған айналасындағылардың қылығы шаншудай қадалады. Ол өзіне жат тағдырға ызалана тұншығады. Көксерек ауыл иттері сияқты болмауға барын салады. Көксеректің жат ортаны жатсынуы, еркін әрекеті оның ішкі бостандығының көрінісі. Өздерін тағылыққа ізгілік үйретуші санаған көпшілік үні көксерек қылығын қара ниетті жауыздықтың тұрғысы санайды. Көксерек адамдардың одан да тілейтінін түсінуге тырысты, бірақ түсінбеді. Қасқыр иттің күйіне түсті, ал ит ешқашан қасқыр бола алмайды. Өмірдің тепе-теңдігін жоғалтқан көксерек маңайын жатсына бастады. Есейе келе ауылдан 2 рет кетіп, 2 рет қайта оралған көксеректің 3-ші кетісі бұл жолғысы шын болды, бәрібір қашты. Автор үшін көксерек аяулы образ. Шығарманың 10 бойында жаратылысты күштеп өзгертуге деген қарсы күйінген мұңлы шер жатыр. Әуезов төңкерістен кейінгі жылдары ұлтын шексіз сүйген, онымен қоса оны басқаша тәрбиелеуге ұмтылған, сыртқы ұлы жұртты сүюге міндетті болып саналған, сөйтіп қарама-қарсы қасиеттер бойына сіңе бастаған, ұлт бойындағы көріністі шығарма астарына көмкерген.